бірінші шығарылымды трендтер тақырыбына арнағым келді. Осы жазда біз не киеміз? Бойы аласа қыз-келіншектер шорты бермуда киген кезде бойды жеп қою қаупі жоғары. Гүлді принт деген ол біздің бір қазаққа арналған тренд құсап көрінеді. Сәлем қыздар, менің әпке сіңілілерім, менің есімім Бұлбұл. Мен персоналды стилистпін. Жалпы басқа әлеуметтік желілерде сән мен стиль туралы біздің қазақ қыздарына ақпарат беріп жүргенімен YouTube-қа бірінші қадам басуым. Бұл менің YouTube арнам, қош келдіңіздер. Жазылып алыңыздар міндетті түрде, өйткені сән мен стиль туралы ақпарат өте көп болады. Ең бірінші шығарылымды трендтер тақырыбына арнағым келді, өйткені тренд көп, бірақ біздің қазақ аудиториясы, біздің қазақы қыз-келіншектердің өмірдегі статустары әртүрлі. Олар ана, келін, жеңге, бойжеткен рөлінде. Сондықтан да мен әлемдегі трендтерді барынша біздің қазақ қыздарына бейімдеп ұсынғым келіп тұр. Сіздер арнаға міндетті түрде жазылып алыңыздар, неге өйткені осыдан кейінгі шығарылымдарда жалпы біздің стильді болуымыз біздің мінез құлығымызбен тікелей байланысты екенін айтамын. Олай болса кеттік. Осы жазда біз не киеміз? Ең алдымен 80-ші, 90-ші жылдар қайта айналып келіп жатыр. Сіздер ойлауларыңыз мүмкін. Баяғыда мамаларымыз киген киімдерді қайтадан сол қалпында киеміз деп. Жоқ, сол кездегі киімдер келді, бірақ үйлесімді сәл-пәл өзгертеміз. 80-ші, 90-ші жылдарды еске алып көріңіздерші. Мына иығы көлемді пиджактар сәнді еді, Ив Сен Лоран стиліндегі. Қазір сол пиджактарына белі қыналған болып келетін еді. Ал біз оның сәл-пәл ұзындау түрлерін киеміз. Мәселен, 80-ші жылдарда осындай иығы көлемді белі қыналған пиджактарды костюмный комплект деп айтамыз ғой, екілік ретінде киетін болса, ал қазір кезде шортымен, юбкалармен, яғни сәл-пәл үйлесімі басқа болып келеді. Одан басқа 80-90 жылдардан хабар беретін ол джинса total look. Енді оны бөліп алып қарай алмаймыз. Джинса total look бастан бақайшығымызға дейін джинса фактурадан тігілген киімдерді кию, ол қашанда сәнде, бірақ ол жерде тек қана крой дейміз, киімнің сол крой ғана ауысып отырады. Мүмкін ол комбинезон шығар, мүмкін сарафан шығар, мүмкін джинса мен күртеше шығар, мүмкін джинса жейде шығар. Сондықтан да джинса total look деген ол бір ерекше вайб береді. Егер де сол жаңағы джинса total lookқа акцентті сырға қосып жіберсеңіз, бахрамасы бар сөмке қосып жіберсеңіз, немесе бір нәзік босоножки қосып жіберсеңіз, жаңа анау қатты фактураны барынша жұмсартып, оған бір ерекше вайб қосасыз. Одан кейін бізде қазақтың қыздары кие алатын тренд ол жаңағы лосиный, одан кейін слип көйлектер, жабысқан көйлектер. Естеріңізде болса, 90-шы жылдар ма жабысқан көйлектерді өте көп киетін. Ол қазір бізге де келді. Өйткені халық кішкене оверсайздан шаршады, бірақ та оны осындай бір әдемі үйлесімдерде барынша актуалды аксессуарлармен үйлестіріп отырып кию керек болады. Одан кейін сіздер байқадыңыздар ма, байқамадыңыздар ма, жалпы полка дот принті деген бар, ол кәдімгі өзіміздің бұршақ принт. Бұршақ принті біздің қазақтың қыз-келіншектеріне ол бұрыннан таңсық емес деп ойлаймын. Сондықтан да көріңіздер. Қазір енді оны бізде Жакмюс бренді көрсеткен, люкс бренд, сол брендті көрсеткеннен кейін қазір барлық әлем сәнгерлері соны кие бастады. Бірақ естеріңізде болсын, бізде сәндегі ұсақ бұршақ емес, барынша ірі бұршақ принттер, ал бұршақ принт ірі болған сайын ол көлем қосады. Сондықтан киген кезде қай жеріңізде, мысалы өзіңіздің зонаңызда көлем жоқ, сол жаққа қоссаңыз болады. Өйткені бұршақтан да басқа қай жерде принт болады. Мәселен, көп қыз-келіншектерде белінен төмен қарай көлем қосқыш, бөксенің тұсына көлем қосқыш деген секілді. Сондықтан да сіз егерде иығыңыз нәзік жұқа болатын болса, бұршақ принтті блузканы үстіңгі жағыңызға жіберіп, төменгі жаққа барынша коррекциялайтын юбка, шалбар, шорты кисеңіз болады. Айтпақшы, прозрачность деген анандай ар жақ бер жағы көрініп тұратын фактуралар бар ғой,
ең алғаш жоғарғы сән көрсеткен кезде мен ойлайтын, қалай біздің аудитория киеді, мен бұны қазақ аудиториясына қалай бейімдеп беремін деген секілді дүние болған. Бірақ жалпы стилистер, әлем сәнгерлері оны өзінше өте жақсы үйлестірді, қоғамда көрініс тапты, әрі қарай бір базалық киімдердің қатарына да қосылып кеткен секілді. Оны қыз-келіншектер соншалықты жақсы қабылдады. Ол алдағы уақытта да, осы жазда да бір ерекше сәнде болады. Мәселен, біз оны жаңағы ар жақ бер жағы көрініп тұратын юбкаларды шалбардың сыртынан киетін болдық. Сарафандарды жаңағы шалбардың үстінен, джинсы шалбардың үстінен киетін болдық. Не болмаса, анау ар жақ бер жағы көрініп тұратын фактурадағы юбкаларды әшейін бір хлопок юбкалардың сыртынан қондыратын болдық. Былайша айтқан кезде біз оны бір мерекелік образдарға, күнделікті өмірдегі жаңағы образдарға әдемі қосып жүрміз. Жалпы прозрачность, ар жақ бер жағы көрінетін фактура, ол қашанда образға бір жеңілдік береді, бір ерекше вайб береді. Сол жағын ескерсеңіздер екен. Қазір соңғы кездері байқап жүрген шығарсыздар, жалпы драматикалық образдарға қараған кезде женственность дейміз, нәзіктік, әйелдік болмысты көрсету алға шыға бастады. Осы бір толқын анау 1940-50 жылдардағы 10 жылдықта көп кездескен болатын. Соғыстан кейінгі әйелдер соғыста иығы тік жаңағы костюм шалбарлар, өмірде сондай киіп соңында өзінің әйелдік болмысын сағынып 50 жылдары белі қыналған сондай бір анау Диордың силуетін киіп, кең юбкалар, белі қыналған, ұзын перчатки деген секілді барынша нәзік көрсететін образдарға көше бастаған болатын. Бізде де биыл сондай образдар өте сәнде. Өйткені біз осыған дейін неше жыл оверсайз кидік, осыған дейін бір кең қолпылдаған дүниелер кидік. Олар да сәннен қалмайды, дегенмен де женственность, нәзіктік, оның барлығы біздің қазақ қыздарына өте жақын деп ойлаймын. Мен сіздерге қазір бірқатар образдарды экранға шығарып қоямын. Білмеймін, гольфымен, нәскимен, қысқа юбкалар, нәзік фактурадағы юбкалар, барынша бір детскость деп айтамыз ғой, бір балалықтан хабар беретін, не болмаса сенің бойжеткен күйіңнен хабар беретін әдемі бір детальдар, аксессуарлар, ленталар, соның барлығы қазір ерекше сәнде болады. Образдарыңызға қосып көріңіздер. Біздің қыздар көйлекті дайын күйінде алып, оған аксессуар қоспаймыз, не болмаса оған аяқ киімді дұрыс таңдай алмаймыз, немесе сөмкені дұрыс таңдай алмаймыз. Оның барлығын алдағы шығарылымдарда ақырын айтамыз. Қазір бастысы ненің сәнде екендігін, жалпы қай жаққа қарай бағыт алуымыз керектігін түсініп алғанымыз жөн деп ойлаймын. Жалпы табиғилық деген бұрыннан сәнде. Жалпы осы жазда киетін дүниенің барлығы бізге бір расслабленность деп айтады орыстар, бір еркіндік, өзінің бір еркін вайбты беріп тұратындай болу керек. Не болмаса бір адамға ыңғайсыз болып тұрау деген сезім тудырмау керек. Сондықтан да барлық образдардың бір сондай ыңғайлы болуы ең бірінші критерий. Сондықтан да жаңағы табиғи фактуралар, лен, хлопок секілді, олар да әрқашан сәнде болады. Мәселен, хлопокты енді біз мысалы бұрыннан киеміз ғой, ол мақта кәдімгі. Сол мақтаның осы секілді мен сіздерге көрсетіп жатқан экранда хлопоктар, білмеймін, пижаманың келетіндей, сондай бір хлопок двойкалар, шалбарлар, болмаса бір лонгслифтер, рубашкалар, олардың барлығы ерекше сәнде. Қасында кішкене кружевасы бар, сәл-пәл жаңағы кроше деп айтама, сәл-пәл тесік өрнектері бар. Бұлардың барлығы сәнде. Мысалы, мынау масс-маркеттен мен өзіме де тапсырыс бердім. Көріңіздер, бізге дәп біздің қоғамға бұл өте керек және өте ыңғайлы деп ойлаймын. Одан басқа ар жақ бер жағы көрініп тұратын маталардың ішінен сетка, тюль, органза, органзадан тігілген тренчтер өте актуалды. Органза мерекелік вайб береді, бірақ естеріңізде болсын, егерде органза секілді тюльден сондай бір фактураларды образыңызда қосатын болсаңыз, оларды тым мерекелік болып кетпеуін қадағалаңыз. Қасында үйлестіретін образыңыздағы басқа да элементтер барынша қарапайым болуы керек. Сол кезде органза жағы образда бір әдемі пропорция құрады. Сондай-ақ
біздің қыздар шорты бермуды кие алады. Иә, шортыны бұрыннан киіп жүрміз, бірақ мына бермуды деген сәл-пәл ұзындау келген шортылар ғой. Және сол шортыларды кие алады дегенмен де әсіресе бойы ұзын қыздарға, кішкене талдырмаш келген біздің қыз-келіншектерге өте жақсы. Неге өйткені мен секілді, не болмаса бойы жаңағы 162-ден төмен, 160-тан төмен, 158, 150 сантиметр бойы аласа қыз-келіншектер шорты бермуды киген кезде бойды жеп қою қаупі жоғары. Сондықтан да сіздер киетін ұзындық тізеге дейін бір қарыс жетер-жетпес болғаны дұрыс шығар. Өйткені қанша жерден тренд болса да біздің енді қыздар бойы ұзын қыздарға болмаса, басқа қыздар абайлап кигені жөн. Одан кейін қыздар гүлді принт. Біздің қазақтың қыздарына гүлді принт деген ол бұрыннан бір күшті ұнайтын дүние деп ойлаймын. Гүлді принт мен өзімде киіп отырмын. Жалпы әлем сән көрсетілімдерінде көрсеткен кезде осы гүлді принтке өте жақсы бір акцент жасаған кезде мен қатты қуандым. Өйткені гүлді көйлектерді сіздер жақсы көресіздер. Тойға барған кезде гүлді көйлектер киіп барасыздар. Білмеймін, гүлді принт деген ол біздің бір қазаққа арналған тренд құсап көрінеді. Міндетті түрде және гүлді принтті сәл-пәл драматикалық аксессуарлармен қосып киюде ерекше сәнде. Енді оны біздің қоғам жасай алмауы мүмкін, қоғам оны қабылдамауы мүмкін, бірақ дегенмен де жоғарғысан бізге былай көрсетті. Біз дегенмен де әшейін сол жағы актуалды аксессуармен, актуалды аяқ киімдермен киетін болсақ, меніңше өте әдемі болады. Неше түрлі геометриялық өрнектер, олардың бір-бірімен үйлесімін барлығын жаңағы жазда кие беруге болады. Содан кейін ұзынша келген сөмкелер. Ұзынша келген сөмкелерді жоғарғы сән көрсетті, бірақ мен ойлаймын, бұл біздің қыздарға енді өте таптырмас базалық сөмке деп ойлаймын. Жыл 12 ай ұстайтын сіздер сөмке сұрайсыздар. Осы сөмкелер енді тренд болғанмен де, егер де жалпы тренд қалай болады? Тренд келеді, бірақ аудиториядан қаншалықты қолдау алады. Егер де аудиториядан қолдау алатын болса, ол кәдімгідей базалық болып, жаңағы бірнеше жылға базалық гардероптың ішіне еніп кетеді. Сондықтан да мен осы сөмкелер ерекше біздің гардероптан орын алады деп ойлаймын. Сондай-ақ кішкентай сөмкелер, олардың барлығы сәнде дегенмен де, олар ешқайда кеткен де жоқ, бірақ көлемді сөмкелерге де қатты көңіл бөліп жатырмыз. Әрине, көлемді сөмкелерді тойға ұстап бармассыз, бірақ дегенмен де көлемді сөмкелердің сәнге шығуы, ол біздің жаңағы бірнеше баламен анау-мынау баланың керек заттарын салып алып жүруге өте ыңғайлы деп ойлаймын. Сондай-ақ біз винтажға айналып келіп жатырмыз ғой, соны қайтадан айтайын. Винтажға айналып келген кезде анау ретро стильдегі көзілдіріктер қазір қайтадан ерекше сәнге шықты. Сондықтан да ретромен не байланысты, оны кәдімгідей гардероптарыңызға қоса беруге болады. Бірақ актуалды формада ол дәп сол 80-ші, 90-ші жылдарда дәп сол қалпында қайталамау керек. Бірақ дегенмен де актуалды аяқ киім, актуалды сөмке, актуалды аксессуарлар арқылы жаңағы сіздің образыңызға анау винтаж киімдер, не болмаса ретро стильдегі очкилер әшейін соған байқамай енгізіп кіріктіріп жіберу керек. Сол кезде образдың стиль градусы әлде қайда жоғары болады. Ал енді макияжбен мынау маникюрге қатысты. Макияж барынша қарапайым болған жөн, барынша табиғи болған жөн. Бұрынғыдай анау смоки айс тағы басқа дегендерді қазір жалпы мықты визажистер қолдамайды. Мен білетін, мен танитын жаңағы сәнгерлер, әлем сәнгерлері, біздің Қазақстанның сәнгерлері барынша табиғи макияжға көңіл бөледі. Ал тырнаққа қатысты әрине табиғилықта жақсы, бірақ маникюрді жаңағы бізде тренд болатын ол Fisherman Core деп аталады. Яғни теңіздің эстетикасын беретін, жаздың вайбын беретін бір ерекше, бір көгілдір түстегі жылтырақ детальдары бар сондай бір маникюрде көруге болады. Бірақ бұл енді сіздің қалауыңызға қарай, ештеңке бір анау айтқандай тренд жасауым керек, трендті киюім керек деген дүние жоқ. Тренд кейде қоғамдағы жаңалықтардан, бір болып жатқан дүниелерден өзінің бастауын алады. Мәселен, біз осыдан 1-2 жыл бұрын Ресей мен Украина арасындағы жағдайлар болған кезде барлығымыз қалтасы бар, астында үстінде қалтасы жабысып тұрған анау қалталы күртешелер, не болмаса карго шалбарлар сәнге кетіп қалған болатын. Сол секілді қазіргі тренд біздің қоғамымызда не болып жатыр, содан тікелей өзінің бастауын алады. Бірақ оның барлығын сіз және біз киюіміз керек деген сөз емес.
әркім өзінің табиғи болмысына қарай, мінез құлық стиліне қарай өзіне трендті ендіре алады. Енді келесі шығарылымда біз міндетті түрде өзің стильді болу үшін қалай ол сенің мінезіңнен сенің стилің шығу керек деген сұраққа жауап береміз. Сондықтан да міндетті түрде келесі шығарылымда менімен бірге болыңыздар. Қазір арнаға жазылып алыңыздар. Тағы қандай тақырыптарды қамтуым керек, осы шығарылымның астына жазып кетіңіздер.